сайым. Бүгін әңгіме айтып глинадан тарелка либо украшение жасайтын боламын. Көптен бері күткен видео еді негізі. Жаздан бері аңсағанмын, когда еще было топово. Wildberries'тан заказ бердім. Там, кстати, бесплатная доставка. Менде бірінші рет тіркелгеннен кейін басында скидка болды и маған 3 мыңға келді. Давайте начнем. Мне уже не терпится. Исы, короче, не знаю, извесь қалсын. Маған примерно қанша керегім білмеймін, но примерно осындай алатын шығар. Осы жетіп қалады деп ойлаймын. Оказывается, оны мынандай ыдысқа салып қою керек. Прям плотно жауып тұратын ыдысқа салу керек екен. Сюда. Когда қолда біртүрлі ощущается, сырты вроде құрғақ и қатты болса, іші как будто дымқыл сияқты көрінеді. Мынадан мен либо сердечко, либо думалық жасаймын. Кстати, знаете, что менің оқтауым мен алдында тұрған штативтің аяғы. Короче, я придумала. Су қосып жүрдім, себебі үсті осындай сызықтар болып қалды. Түнде түсірем демекші. Мен бүгін кухняда түсіріп жатырмын. А так, басқа комнатада түсіріп жүргенмін. Просто сөйлеуге тут удобно деп ойладым. Мен қалай жылжытатынын білмеймін тепші. Жоқ. Ух. Шеймовки чистой давай. Шишки. Ну да ладно, нормально сияқты шишки. Әрі қарай камера өшіп, до конца жазылмай қалыпты. Бірінші тарелка кепкеннен кейін уже опыт жинап, екіншісін жасауға кірістім. Форманы кескен соң сулап, бетін тегістеуге болады. Жүрек кішкене болса да шұңғылдау болсын деп, тарелканың үстіне қойдым. Мен кейде саусағымды, либо кисточкамен сулап тегістедім. Сендер өздеріңе ыңғайлысын таңдаңдар. Видеода көрсетілмеген тек шлифовать ету процесі. Кепкеннен кейін беті тегіс болу үшін наждачканы алып шлифовать ету керек. Мен кладовкадан тауып алдым, сол үшін наждачка 0 теңге.
I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah. Менің инстаграм парақшамда барлық процесстер ертерек шығарылып отырған, онда да әртүрлі творчестволық, өзім туралы видеолар түсірем. Жақында мысалға ескі чехолдың артын әдемілеген болатынмын. Жазыла кетіңдер, онда да қызық. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine. Краскаларды жақсы қорғаған Малевичтің акриловый лака 1300 теңгеге және де екі синтетическая кисточка 1100 теңгеге шықты. Stuck on the thought of you. Sure, my feet will touch the ground, but I can't swim. And I'm not sure it matters in the end. I know that I should practice what I preach, but telling you the truth is hard for me. So Jesus, could you help me out, 'cause I'm bursting at the seams. I guess I'll never know what's good for me. Алғаш клиенттен жасаған жұмысыма уже бір айдай уақыт өтіп кетті. Оның қазіргі состояниесі міне. Және де екеуі. Одан кейін қыста мен глинадан елкаға украшениялар жасадым. Алғаш жасаған кезде маған қатты қиындық тудырған жоқ. Сондай керісінше маған өте қатты ұнады. Болашақта енді кәдімгі глинамен, яғни самозатвердевающий емес, обжигтан өтіп, яғни үстіне глазур жағылып, керамика кәдімгі ыдыс болып ішуге болатындай сондай істегім келеді. Ол негізі өте кропотливый работа, себебі обжигтан өткен кезде даже сынып кетуі де мүмкін. Надеюсь, скоро жасаймын. Видео ұнады деген үміттемін, себебі өзіме де осы видеоны түсіру өте қызық болды. Лайк басып, комментарийді жазуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға жазылып кетіңдер. Келесі видеода кездескенше.